Сәлеметсіз бе құрметті көрермен, арнамызға қош келдіңіз. Зейнетақы тобының жаңа есебі қай компания көш бастап тұр? Сурет және Махиев. Башрызықы зейнетақы жүйелерінің мүшесіне қатысты жаңа деректер жарияланды деп хабарлайды Dalanez.kz порталы. Қаржылық сауат телеграм арнасының мәліметінше 2026 жылы қаңтарда еліміздегі айлық инфляция 1% болған. Демек зейнетақы активтерінің басқаруының кемінде осы деңгейден жоғары табыс көрсеткенде ғана жинақтық нақты құны сақталады. Керісінше жағдай қаржы инфляциясынан құнсызданады деп хабарлайды дереккөз. Қазіргі таңда зейнетақы активтерін басқаратын 6 субъект бар: ұлттық банк және 5 жеке компания. Алайда қаңтар қорытындысы бойынша олардың тек 3-еуі ғана инфляциядан жоғары нәтиже көрсеткен. Көшбасшысы Халық Global Markets компания басқарулыдағы қаражат көлемі 8,2 миллиард теңге болғанымен табыстың 1,11% ғана жетіп, ең жоғарғы көрсеткішке шықты деп қаржылық сауат телеграм арнасы. Екінші орында Алатау City Invest Wall 15,7 миллиард теңгені басқарып, ай ішінде 1,11%-ға табысы тапқан. Сонымен қоса үздік үштікті Centrostran Securities түйіндейлі. Компанияның басқаруындағы 5,3 миллиард теңге активтің 1,4% көрсеткішіне әкелген. Ал зейнетақы активтерінің негізгі бөлігі ұлттық банктың басқаруында. Қазірге онда халықтың 25,4 миллиард теңгесі триллион теңгесі шоғырланған. Мұндай ірі портфельді жоғары тұрақтылықты талап ететін түсінікті. Қазіргі айдың ұлттық банк 0,87%-ға табыс көрсетті. Бұл инфляцияның сәл төменді болғанымен актив көлемінің ескерме көрсеткіші қалыпты динамикалық ретінде бағаланып отыр. Қалған басқарушылардың нәтижесінде мұндай БСС және де Инвест 0,18%, ал жеке компаниялардың ішінде ең ірісі портфельге 53,8 миллиард теңге, Халық Финанс 0,59% құраған. Бұл деректер бір маңызды жайтты аңғартады: актив көлемі әрдайым жоғары табыстың келіпілі емес. Кейбір шағында басқарудың икемділігі стратегияның арқасында жаңа нәтиже көрсете алған қосты дереккөз. Дегенмен сарапшылар бір айлықтың статистикалық қарап түбегейлі қорытынды жасауға асықпай керегін ескертеді. Қаңтардағы көрсеткіш тек мерзімін ғана көрініс. Мұндай жинақтар жеке басқаруға беруді ойланған салыстыршы компанияларды тоқтаттық, жылдық және де ұзақ мерзімді нәтижелеріне назар аударғаны жөн. БЖЗК сайтында жарияланатын есептердің тұрақты бақылау дұрыс шешім қабылдаудың басты шарты, өйткені әрбір пайыз болашақ зейнетақының нақты құны. Біз тамашалауды жалғастырыңыз, саламат болыңыз.